Кәне бастайық. Алдымен ескерсек мына нәрсені шеңберді. Шеңбердегі мына жерде неше градус еді бізде? Неше градус мына жер? 0. 0 или 360. Иә, немесе 360 дұрыс. Мына жер неше градус? 90. 90. Мынау 90 градус. Мынау 90 градус емені. Так, мынау неше градус? 180. Так, мынау неше градус? 200. 270. И мынау неше градус? Қайттан айналып келдік өз орнына. 360. Немесе 60 градус. Так, қараңыздар. Жаттап алайық мына нәрсені. Солға және оңға бізде ол жоқ деп. Жоқ деп түсініп қазір. Қазір мен сендерге айтамын, не үшін керек деген ол. Жоқ. Ал иә ол жоғары төмен болсын. Так, сонда 360 градус иә ма жоқ па? Иә. А, 360 жоқ. 180. Жоқ. Ал 90 градус? Иә. 270? Иә. Так, енді мынандай сұрақ. 720. 720 иә ма жоқ па? Жоқ. Неге? 360 қосылған 360. Иә, өйткені мына нүктеге қайтып келеді, иә? Келісесіздер, иә? Сонымен қайталап айтамын. 360 градус және мына градустар ол жоқ. 90 градус пен 270 градус ол бізде иә болады. Енді ол не үшін керек? Қазір мен сіздерге сұрақ қойған кезде қараңыз, біздің синус x-іміз өзгереді косинус x-қа, немесе косинус x-іміз өзгереді синус x-қа. Тангенс x-іміз өзгереді котангенс x-қа, ал котангенс x-іміз өзгереді тангенс x-қа. Енді қараңыздар, 90 градуста синус өзгере ме? 90 градуста өзгере ме синус? Сіздерге сұрақ. Иә. Қараңыздар, 90 градуста өзгере ме? Иә. Синус. Кімге өзгереді синус? Косинус. Косинусқа. Так, енді сұрақ. 360 градуста котангенс өзгере ме? Так, барлығымыз микрофонды қосайықшы. Неге бір ғана екі оқушыға жауап берді? Барлықтар микрофондарын қосыңдар. Так, камераны өшірсеңіздер болады, ал микрофон қосылып тұрсын барлықтарыңызда. Камераны өшірсеңіздер болады, ал микрофон барлықтарыңыз қосылып тұрсын. Так, қараңыздар. 360 градуста тангенс өзгере ме? Қараңыздар. Жоқ. Кішкене қаттырақ айтсаңыздар. Так, 270 градуста косинус өзгере ме? Иә. Өзгереді. Косинус кімге өзгереді? Синусқа. 90 градуста котангенс өзгере ме? Иә. Кімге өзгереді? Тангенске өзгереді. Тангенске өзгереді. Енді қараңыздар. Мына нәрсені. Біз мына нәрсені түсіне алайық. Мына жерде 90 градусымыз бар. Егер 90 градусқа мен бір альфа деген бұрышты қоссам, ол қандай ширекке барып түседі, айтыңдаршы? Үшінші. Жоқ. 2, 3, 4. Так, 90 градусқа мысалы мен альфа деген бұрышты қоссайын. Альфаның орнында бізде болсын 5 деген градус. Ол қай ширекке барып түседі, айтыңдаршы? Екінші ширекке. Ал 90 градустан мен егер азайтып тастасам альфаны, ол нешінші ширекке барады? Бірінші ширекке. Ал 180 градусқа мен қоссам альфаны, ол нешінші ширекке барады? Үшінші ширекке барады. Ал 180 градустан азайтсам альфаны, ол нешінші ширекке барады? Екінші. Яғни 180-нен азайтқан кезде ол қайттан былай кері қайтады. Ал қосқан кезде
ол үшінші ширекке барады екен. Так, жақсы. Енді 270 градусқа қоссам альфаны, ол нешінші ширекке барады? Төртінші. Ол төртінші ширекке барады. Ал 270 градустан азайтсам альфаны, ол нешінші ширекке барады? Үшке барады. Үште. Енді мысалдарды көрсетіп шығарайық. Қараңыздар, жаңағы айтқанымыз бойынша енді есептер шығарамыз. Бірінші, мына 23-те 1-дің мен сіздерге бірінші, төртінші, бесінші, жетісіншісін шығарып көрсетемін, қалғанын сіздер өздеріңіз үй жұмыс ретінде шығарасыздар. Так, қараңыздар. Біріншісі. Синус 90 градус азайту альфа тең. Қараңыздар. 90 градус деп тұр. 90 градуста синус өзгере ме? Иә. Иә. Иә, өзгереді. Кімге өзгереді? Косинус. Косинусқа. Жазамыз. Косинус және альфа деп жазамыз. Енді қараңыздар. 90 градус минус альфа. Ол нешінші ширекке барады? Бірінші. Бірінші. Синус бірінші ширекте қандай таңбаға ие? Плюс. Плюс. Алдына плюс деген таңбаны қоясыздар, бірақ та оны жазып керек жоқ. Так, вот қайталап айтам. Дәл осы қадамда. Қараңыздар. Алдымен біз қарадық 90 градусты. 90 градуста өзгере ме жоқ па деген сұраққа жауап бердік. 90 градуста иә, өзгереді дедік, синус косинусқа өзгереді дедік. Сосын жазып қойдық мына жердегі альфаны қасына. Сосын біз қарадық таңбасын. 90 градус минус альфа. Сіздер айттыңыздар, ол бірінші ширекке барады дедік. Ал бірінші ширекте мына синустың таңбасы, ол плюс. Алдына плюсті жазып қоямыз. Біздің жағдайда жазып керек жоқ. Келесі. Косинус 180 азайту альфа. Төртіншісі. Косинус 180 градус минус альфа. Тең. Бірінші сұрақ. 180 градуста косинус өзгере ме? Жоқ. Өзгермейді. Демек, косинус альфа болып тұра береді. Енді 180 градус минус альфа. Ол қандай ширек? Нешінші ширек? Екінші. Екінші ширек. Косинус екінші ширекте неге қандай таңбаға тие? Минус. Минусқа. Алдына минусты жазып қоямыз. Так, бесіншісі. Кәне. Синус 270 градус қосылған альфа. Тең. Қарайық. 270 градус ол бізде өзгере ме? Жоқ па? Өзгереді. Өзгереді. Синус кімге өзгереді? Косинусқа. Косинусқа өзгереді. Мына жерде бізде альфа тұр, сол альфаны жазамын. Енді 270 градус қосылған альфа ол нешінші ширекке барады? Төртінші ширек. Төртінші. Ол плюс. Синус. Синус. Мынаны қарайсыңдар. Синус ол ширекте минусқа ие. Минус. Так, алтыншысы. Алтыншы емес, жетінші мысал. Не мынаны? 360 градус минус альфаның синусы. Тең. Так, енді айтыңыздар. Не жазам? Ол сол алдына өзгереді косинус. Неге? 360 градус. Ол оң жақ және сол жаққа. Оң жақ сол жаққа біз жоқ деп жаздық қой жаңа. Иә? Так. Жақсы, сонда бізде болады өзгермейді, жоқ, синус альфа болып қалады. Енді таңбасын қарайық. 360 градус минус альфа ол қандай ширекке барады? Үшінші. 360 азайту альфа. Төртінші ширекке барады.
Яғни оның таңбасы неге тең? Минус. Минус. Минусқа. Вот. Так, келесі мысалға көшейік. Так, қараңыздар. Есептеу керек мынандай өрнекті. 225 градустың синус. Есептейік. Біріншісі. 225 градустың синус. Қарасаңыздар, таблицада бізде 225 градус деген жоқ. Біздің бағына өткен. Бірақ та біз оны келтіру формуласы арқылы шығара аламыз. Келтіре аламыз, яғни 225 градусты бізге белгілі 1 градустармен. Қараңыздар, 225 дегеніміз сол бізде жазуға болады мынандаймен. 180 градус қосылған неше градус? 45. Дұрыс, 180 градусқа қосамыз 45 градусты. Ал біздің келтіру формуласымен бағана көмеген. Мына 180 градусты біз жоқ қыла аламыз. Так, жақсы. Енді сұрақ, 180 градуста синус өзгере ме? Иә. 180 градус. Жоқ. 180 градус жоқ. 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 Мен демек синусты жазып қоямын да 45-ті алып тастаймын. Яғни 180-іміз жоқ болып кетеді. Енді таңбасын қарайық. 180 қосу 45 ол қандай ширекке барады? Мынаған қосқан кезде 45-ті үшінші ширекке барады. Ал үшінші ширекте таңбасы? Минус. Минус. Демек минус болады. Ал 45 градустың синусы неге тең бізде? Жаңа өттік. Шөттіктен жаңа айттық қой жатқа. Түбірасына 2 бөлінген 2. Түбірасына 2. Түбірасына 2 бөлінген 2. Мына минусты жазып қоямыз да. Түбірасына 2 бөлінген 2. Келесі. Төртіншісі. Так, бізде дәл солай екен. Тангенс 225 градус тең. Так. Так, мен неудачный мысал екен мына жерде. Так. Жарайды. 225 градусты қалай жазамыз басқаша? 180 қосылған 45. Дұрыс. 180 градус қосылған 45 градус. Так, келтіру формуласы бойынша 180 градуста тангенс өзгере ме? Жоқ. Жоқ, өзгермейді. Демек тангенс 45 градус болып қалады. Біз мынаны алып тастадық былай айтқанда. Енді таңбасын қарайық. 180 градус қосу 45 ол қайсысына барады? Үшінші ширекте. Міне. Үшінші ширекте бар. Үшінші ширекте таңбасы? Плюс. Демек оны жазып кер жоқ. Ал 45 градустың тангенсі неге тең бізде? 1-ге. Сонда біздің тангенс 225 градустың тангенсі 1-ге тең екен. Жақсы. Келесі мысалға көшейік. Бізде есептеу керек біріншісі. Минус 225 градустың синусын. Біріншісін есептейік. Так, минус 225 градустың синусы. Тең. Қараңыздар, минус 225-ті жазуға болады басқаша бұлай. 45 градус азайту 270 градус. Так, ол бізде келмейді. Қараңыздар. Мен сіздерге айттым мынандай нәрсені. Бір рет сіздерге жіберген едім жазып. Синус минус альфа ол тең минус синус альфа деп жазған едім. Яғни мына минусты алдына шығарып жіберуге болады. Тангенс альфа, тангенс минус альфа кешіріңдер. Тангенс минус альфа, тангенсте минусты алдына шығарып жіберуге болады. Алдына. Сонда болады минус тангенс альфа. Котангенс альфа дәл солай минус альфа деп тұрса, мына минусты алдына шығарып жіберуге болады. Минус котангенс альфа. Ал косинуста ерекшелік бар, ол косинус минусты жұтып қояды. Тек косинус альфа болып қалады.
Так, түсінікті ма? Иә. Так, енді осыны пайдаланайық. Қараңыздар. Демек, мына жердегі минусты шығарып жіберуге болады алдына. Минус синус 225 градус. Енді біз жаңа есептедік 225 градустың синусын. Так, қане қарайық. 225 градустың синусы бізде неге тең болды? Қараңыздаршы. Минус. Минус түбірасында 2 бөлінген. 2. Аха. Енді соны жазып қойып, мына жерге мен қайтадан есептемей қояйын. Минус жақшаның ішінде минус түбірасында 2 бөлінген 2. Ал минус не болады бізде сонда? Жақын ашқан кезде? Плюс. Сонда түбірасында 2 бөлінген 2. Так, келесі мысал. Так, 5-шісі. Косинус 25 пи бөлінген 3. Так, алдымен анықтап алайық. 25 пи бөлінген 3 ол неше градус екен? 25-тің орнына неше деп қоямын мен? 25-тің пидің орнына неше деп қоямын? Кешіріңдер. Пидің орнына неше деп жазамын? 180. 180. Сонда 25-ті көбейтемін 180-ге, қараңдар. Көбейтемін 180-ге и бөлемін 3-ке. Сонда мен теріс тұрмын. 25 көбейту 180 бөлу 3 1500 градус екен. Сонда косинус 1500 градус. Тең. Қараңыздар. 1500 градустың ішінде 300 неше рет кездеседі екен, соны анықтап алайық. Қараңыздар. 360-ты көбейтейік, мысалы болсын 5-ке көбейтіп көрейікші. 1800 жоқ, асып кетті. 360-ты көбейтіп көрейік 4-ке. Міне қараңыздар. 4-ке көбейтсек болады екен. Сонда қараңыздар. Косинус ол бізде 360 градусты 4 рет көбейткен кезде және қосамыз ар жағында 60. 60. Иә, 60-ты қосқан кезде 1500 шығады екен. 60 градус қосамыз. Так. Енді сіздер білесіздер, жаңағы 360 градусты біз алып тастауға болады, өйткені ол ешқандай мағына жоқ. 360 градусты қоссақ, мысалы мына нүктеге 360 градусты қоссақ, ол қайтадан өз орнына келеді. Сондықтан бізге алып тастаса болады. Так, сонда бізде мынаны алып тастаймыз. Қалады тек 60 градустың косинусы. Ал 60 градустың косинусы ол бізде неге тең кесте бойынша? 2-ден 1. 2-ден 1. Так, есебіміз аяқталды. Так, есебімізбен бірге біздің есептеріміз де аяқталды. Бүгінгі сіздерге көрсететін қалған есептерді дәл осылай шығарып жібересіздер. Түсінікті ме?